Так, келесі өрнекті ықшам есептейміз. Өрнектің мәнін табамыз. 28-ден 27 минус 9-дан 5. Жақшаны ашайық. 2 минус плюс болып кетеді. 28-ден 1 минус 8 бүтін 9-дан 4. Так, алдымен біз 28-ден 27-ге 28-ден 1-ді қосамыз. 28-ден 27 қосу 28-ден 1 минус 9-дан 5 минус 8 бүтін 9-дан 4. Мына жерде бізде 28-ден 28 шығады. Мына жерде бізде теріс таңбалар қосылады. 8 бүтін 9-дан 9 шығады. Тең болады. 28-28-ге өсек 1 минус 9 бүтін тең болады минус 8 бүтінге. Сонда бірінші өрнектің мәні бізде минус 8 бүтін шығады екен. Келесі екінші өрнектің мәнін есептейік. Минус таңбалында бар, тағы минус 27-ден 20 қосу 8-ден 3 қосу минус 5 бүтін 8-ден 5 плюс 4 бүтін 27-ден 7 дейді. Жақшаны ашайық. 2 минус плюс болады. Сонда 27-ден 20 минус 8-ден 3 дейді. Минус 5 бүтін 8-ден 5 плюс 4 бүтін 27-ден 7. Алдымен біз 27-ден 20-ға қосамыз 4 бүтін 27-ден 7-ні. Минус 8-ден 3 минус 5 бүтін 8-ден 5 тең болады. Бізде 4 бүтін 27-ден 27 шығады. Бұл жерде минус 5 бүтін 8-ден 8 шығады. Екеуін азайтқан кезде. Сонда мына жерде 5 бүтін болады. 5 бүтіннен аламыз 6 бүтінді. 5 бүтін 8-ден 6 бүтін, ол тең болады минус 1-ге. Так, келесі есепті шығарайық. Үшінші есеп. Үшінші есепте. Так. 10 бүтін 10-8 алу 49 бүтін 7-ден 2 минус 9 бүтін 10-2 алдында тағы бір минус бар плюс 3 бүтін 7-ден 5 тең болады. 10 бүтін 10-8 минус 49 бүтін 7-ден 2 плюс 9 бүтін 10-2 минус 3 бүтін 7-ден 5 тең болады. Алдымен 10 бүтін 10-8-ге қосып аламыз 9 бүтін 10-2-ні. Минус 49 бүтін 7-ден 2 минус 3 бүтін 7-ден 5. Екі терістен қосылады. Мына жерде 20 бүтін болады. Минус 49-ға 3-ті қосам 52 бүтін 7-ден 7 болады. Тең болады 20 бүтін минус 53 бүтін. Тең болады минус 33 бүтін шығады екен. Келесі минус 81 бүтін 10-3 плюс 3 бүтін 16-дан 11 минус 9 бүтін 10-9 плюс 11 бүтін 16-дан 5. Так, минус 81 бүтін 10-3 минус 9 бүтін 10-9 деп бірінші қосылғыштардың орындарын ауыстырып алсақ болады. Плюс 3 бүтін 16-дан 11 плюс 11 бүтін 16-дан 5. Тең. Сексен бір бүтін 10-3 минус 9 бүтін 10-9. 81-ге теріс сандар қосылады. 81-ге 9 қоссам 90. 0 бүтін 10-3-ге 9-ды қосатын болсам, сонда 91 бүтін 10-2.
минус 91,2 шығады. Плюс 3 бүтінге 11 бүтінді қоссам 14 бүтін шығады. 16-дан 11-ге 5 қоссам 16. Тең минус 91,2 плюс 15 бүтін. Тең болады минус 91-ден 15 аламыз. Тең болады минус 76,2 шығады екен. Келесі есеп өрнектік шамда минус 8,9 плюс z минус 1,9. Тең болады. Бірінші минус 8,9-дан алып аламыз 1,9. Қосамыз z-ті. 8-ге 1 қоссам 9, 10,8 минус 10,8 плюс z қалады екен. Келесі минус 2,4 плюс а минус 10,4. Сонда минус 2,4 минус 10,4 плюс а. Тең минус 12,8 плюс а қалады екен. Келесі есеп. Минусты минусқа көбейтсем плюс 5,5 плюс в болады екен. Келесі есеп. Минус 13,8 минусы минус 20,2. Тең минус 13,8 минус 20,2 минусы. Так, мына жерде 2-ге 8 қоссам 1 ойда. 3 ойдағы мен 4. Сонда 34 минус 34 минус 34 минус с болады екен. Келесі номер 720-шы есепті шығарайық. Мына жерде және емес плюс болады, 8,4 плюс а плюс б минус 9,6. Бұл жерде не істейміз? Минус 8,4 минус 9,6. 9,6 екен, мына жерде. Плюс а плюс б болады. 8,4-ге 9,6-ны қосамыз. 8-ге 9 қосса 17, 18. Минус 18 плюс а плюс в болады екен. Келесі есеп минус 19,7-ден 2 плюс y дейді. Так, алдымен біз не істейміз? Минус 18 минус 19,7-ден 2 плюс x плюс y. 18-ге 19 қоссамыз 20, 37. Минус 37,7-ден 2 плюс x плюс y болады екен. Келесі үшінші есеп. В минус 73,7-ден 6 минус 100 плюс с. Так, мына 2-ін қосамыз. Минус 173,7-ден 6 плюс в плюс с болады екен. Келесі төртінші есеп. Минус 61,9-дан 2 минус к плюс т минус 68,6-дан 1. Так, минус 61,9-дан 2 минус 68,6-дан 1. Минус к плюс т. Так, 2 терістен бір-біріне қосылады. 68-ге 61-ді қоссам 129. Минус 129 бүтін. 9 бен 6-ның ортақ бөлім 18. Мынаған 2-ден берім. Мынаған 3-ден берім. 4-ге 3-ді қоссам 7 болады. Минус к плюс т шығады екен. Келесі есеп. Екі өрнектің айырымын жазып ықшамдандыр. Минус 17,8 минус x минус y минус 100,4 тең минус 17,8 минус x минус y плюс 100,4 дейді. 100,4. Сонда 100,4-ден аламыз 17,8-ді минус x минус y деп өзін жазайық. Сонда 100,4-ден 17,8-ді аламыз. 14-ден 8-ді алсақ 6, мына жерде 9, 9-дан 7-ді алсақ 2, мына жерде 9, 82,6 шығады екен.
82,16 минус x минус y. Келесі екінші есеп k минус 57,4 минус d минус 60,3-тен 2. Арғары жақшаны ашамыз. К минус 57,4 минус d плюс 60,3-тен 2. Так, енді 60,3-тен 2-ден аламыз 57,4 плюс к минус d. Так, енді ортақ бөлімі 30 болады. Мынаған 10-дан берем, мынаған 3-тен берем. Сонда 60-тан 57-ні алсам 3 бүтін болады. Ортақ бөлімі 30, мынаған 10-дан берем, мынаған 3-тен берем. 20-дан аламыз 12-ні плюс к минус d. Тен болады 3 бүтін. 20-дан 30-дан 20-дан 12-ні алсам 8 плюс к минус d. Арғарай қысқартып жіберейік. 3 бүтін. Так, 4-ке бөліп жүретін болсақ, 5-тен 2. 3 бүтін 5-тен 2 минус d плюс к деп жазсақ та болады екен. Келесі үшінші есеп минус d плюс 30,1. Бірден азайта салайық. Минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс к минус 310,9-дан 2. Жақша қалмай бірден жазып салдым, е? Так. Минус таңбан жақшаны сыртына шығарып жіберейік. 310,9-дан 2-ден аламыз 30,1. Так. Минус d плюс к болады. Тең болады минус таңбамен. Ортақ бөлімі 90 болады. 310-нан 30 алсам 280 болады. Ортақ бөлімі 90. Мынаған 10-нан берем, мынаған 9-дан берем. Екі жерде 10-ым 20, 20-дан 9-ды аламыз. 11 болады. Минус d плюс к болып қалады екен. Так, келесі 4-ші есепті шығарайық. Минус 90,7 минуса минус 81,4 плюс болып кетеді, яғни минус таңбаны алына қойында плюс болып кетеді. Бірден жазсам. Жақша алып жазсаңыздар да болады. Так, минус 90,7 минус 81,4 минус а плюс в. Екі терістен қосылады. Так, 7-ге 4-ті қоссам 11. Бір түсіп бір ойда. Бір ойдағы мен 2. Так, 9-ға 8-ді қоссақ 17. Так, өтірі мына жерге қалады, е? Так, мына жерге бет жазайық. Минус 172,1. Минус а плюс в болады екен бізде. Келесі бізде номер 722. 38,267 минус 5,18-ден 17 минус 1,74 плюс 3,6-дан 1 минус 37,193 плюс 2,9-дан 8. Так, енді біз былай алайық. 38,267 минус 1,74 минус 37,193. Ары қарай мыналар бізде минус. Так, мынау бізде плюс. Мынау бізде плюс. Енді плюс деп алайық. 3,6-дан 1 плюс 2,9-дан 8 минус 5,18-ден 17. Так, енді 38,1 мыңнан 267-ден 1,074-ді аламыз. 7-ден 4 алсам 3, 16-дан 7 алсам 9, мына жерде 1, мына жерде 7,
37,193. Ал енді 37,193-тен 37,193 азайтып тастасақ 0 шығады екен бірінші жақшада. 0 плюс енді мыналарды қосайық. 12-ін қосатын болсақ 5 бүтін ортақ бөлім 18 болады. Мынаған 3-тен берем, мынаған 2-ден берем. Сонда 3-ке қосамыз 8, 2, 16. Минус 5 бүтін 18-ден 17. Тең 0 плюс 5 бүтіннен 5 бүтін алсам 0 бүтін ортақ бөлім 18. 16-ға 3-ті қоссам 19, 19-дан 17-ні алсам 2 шығады екен. Немесе бұны 9-дан 1 деп алсақ та болады. Келесі екінші есеп. Жақшаны ашамыз. Минус 19 бүтін 15-тен 4 плюс 21 бүтін 95 плюс 8 бүтін 5-тен 1 минус 18 бүтін 975 плюс 11 бүтін 3-тен 2 минус 2 бүтін 12. Так, былай алайық. Сонда 21 бүтін 95 минус 18 бүтін 975 минус 2 бүтін 12. Так, мынау бізде минус, мынау плюс, мынау плюс. Сонда плюс тек 11 бүтін 3-тен 2 плюс 8 бүтін 5-тен 1 минус 19 бүтін 5-тен 4 тең болады. Енді 21 бүтін 95-тен аламыз 18 бүтін 975-ті. 5-тен 5 алсақ 0. 9-дан 7-ні аламыз 2. 10, 10-дан 9-ды аламыз 1. 0, 10-дан 8-ді аламыз 2. Так, мына жерде 1 қалды, 1-ден 1 аламыз. Сонда 2 бүтін 112 шығады екен. 2 бүтін 112-ден 2 бүтін 112-ні азайтып жіберсек, мына жерде 2 бүтін 112-ні 2-ні бір-бірінен азайтсақ 0 шығады. Сонда бұны 0 деп аламыз бірінші жақшамызда. 0 плюс 11-ге 8-ді қоссам 19. 19 бүтін 3 пен 5-дің ортақ бөлімі 15. Мынаған 5-тен берем, мынаған 3-тен берем. 5, 2, 10, 10-ға 3-ті қоссам 13. Так, сонда минус 19 бүтін 15-тен 4 тең болады. Ортақ бөлім 19-дан 19 алсақ 0, ортақ бөлімі 15, 13-тен. Так, мына жерде бізде 13-тен 4 аламыз. 13-тен 4 алсақ 9 шығады екен. Ары қарай біз 3-ке қысқартайық. 5-тен 3. Ол бізде 0,16-ға тең екен. Келесі есеп жақшаны ашыңдар. Минус x минус y минус z плюс t плюс a плюс v. Ары қарай шамдап жазсақ a плюс v минус x минус y минус z плюс t дейміз. Келесі минус x плюс a минус v минус y минус s минус d. Енді a мен бұны бірінші жазсақ a минус v минус x минус y минус s минус d. Келесі есеп жақшаның дұрыстығын тексер. Минус таңбаны алдына қояйық. Минус a. Так, минус таңбаны алдына қояйық. Мына жерде минус v минус s тең болады. Енді жақшаны ашамыз. Минус таңбаны алдына қойып қоямыз. Минус a. Мына минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс v. Мына минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс s тең болады. Енді минус a минусты минусқа көйтсең плюс минус v минус s, яғни дұрыс екендігін тексердік. Келесі екінші есеп. Минус таңбаны алдына қоямыз. a минус минус v минус минус s тең болады. Минус таңбаны алдына қоямыз.
а минус деп жаздық, иә? Так, минус в, мына 2 минус плюс болып кетеді. Плюс с болады. Тең болады. Минус таңбаның алдына жазып қояйық. А минус, мына минус плюс болып кетеді. Плюс в болады. Мына минус, мына плюс минус болады. Минус с. Тең болады. Минус а минус в плюс с.